Следующий келесі сөз кезегі Түркістан облысынан қатысып отырған Өмірзақ Сымбат сізге беріледі. Recording stopped. Түркістан. Қосыңыз презентацияңызды. Презентацияңыз қосыңыз, қосылмаса өз сөзіңізбен айтыңыз. Көрініп тұр, бастай беріңіз. Recording in progress. Жобалар номинациясы. Жоба тақырыбы менің туған өлкем Түлкібас сайты. Түркістан облысы Түлкібас ауданы Зәки Ғұбайдуллин атындағы жалпы орта мектебі. Орындаушысы Өмірзақ Сымбат Еркенқызы, жетекшісі Сәрсенбаева Ханзада Серікбайқызы. Мазмұны: мақсаты, міндеті, жұмыс барысы, сайтпен жұмыс, қорытындылау. Мақсаты: Түлкібас ауданы ертеден келе жатқан тарихи жерлердің бірі екенін білу және сол жерде өсіп келе жатқан ұрпақтардың бойына сіңіру. Басты мақсат осы: Түлкібас ауданын көрмеген адамдарға оңынан көзқарас қалыптастырып, табиғатымен тамсандыру. Ауданымызда болып жатқан түрлі жаңалықтармен бөлісу үшін осы сайтты жасауға кірістім. Міндеті: тарихына үңіліп, не себепті Түлкібас атауының себебін түсіндіру. Киелі жерлеріне шолу жасап, тарихына үңілу. Ауданның дамуына үлестерін қосқан қайраткерлер мен еңбек сіңірген адамдармен танысу. Бүгінімізді тарихпен байланыстыра отырып, сол жерде табылған неолиттік тұраққа көз жүгірту. Ауыл шаруашылығы жайлы тереңірек түсіну. Жұмыстың барысы: мен осы сайт жасалуын Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндегі өз маманның шебері Лаура апаймен жолуға үлкен септігін тигізген Ханзада апайға алғысымды білдіремін. Мен Лаура апайдан көп уақыт білім алмай қоймасам да, көздеген мақсатыма жетуге тырысамын. Мен ауданымыздың сайтын Tilda Publishing атты сайтты қолдана отырып жасадым. Бұл сайт маған қиындық тудырмады, себебі сайтта бәрі түсінікті болды және сайт арқылы өз мүмкіндіктерімді білдім. Түлкібас ауданының сайты, яғни осы сайт келешекте жандануына үлес қосамын және табиғи байлықтарға бай болғанын қалаймын. Сайтпен жұмыс. Бұл сайтты жасау үшін ең бірінші кезекте Tilda Publishing сайтына кіріп аламыз. Tilda Publishing сайтында осы арқылы тегін сайттарды жасауға болады. Және бұл сайт орыс тілінде берілгендіктен ең бірінші сайтпен танысу үшін обзор батырмасын басу арқылы жалғастырамыз. Екінші кезекте сайтқа тіркеліп, өзіміздің жеке кабинетімізді ашамыз. Келесі жаңа сайт жасау батырмасын басып, өзіміздің жұмысымызды бастай береміз. Менің таңдаған тақырыбым менің туған өлкем Түлкібас. Тарихы: Түлкібас ауданы Түркістан облысында орналасқан аудан. Аудан орталығы Тұрар Рысқұлов ауылы. Облыс орталығынан 98 шақырым қашықта орналасқан. Түлкібас ауданы Оңтүстік Қазақстан облысының оңтүстік батысынан құралған. 2338 шаршы шақырымды алып жатыр. Тұрғындар саны 2019 жылы 111.286 адамға жеткен. Мұнда 20-дан астам ұлт өкілдері өмір сүріп жатыр. Жаңалықтары: Түлкібас Қаратау мен Алатау тоғысқан ертеден келе жатқан үлкен аудан. Аудан 1928 жылы 17 қаңтарда құрылған. Көрікті Ақсу жабалығы. Түлкібас ауданда көптеген көрікті жерлер бар. Мысалы, Ақсу жабалығы қорығы ол 1928 жылы құрылған. Ол жерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктерді қорғайды. Соның бірі көздің жауын алатын Грей Қызалдағы 20 гектар жерді алып жатқан алқап көктемде қызыл кілемге оранғандай болады. Ақпараттар: қайраткерлігі мен қаламгерлікті қатар алып жүріп, келісімді пікір айтатын Шерхан Мұртаза атамыз туған жерді Жуалы ауданы кеңес үкіметі кезінде Түлкібас ауданымен бір аудан болған. Аудан ортақ тұлға Шерхан атамыз Жуалыға келгенде Түлкібас ауданына басын бұрып, елімен кездесіп бір қауышып қайтатын. Сондықтан болар Шерхан Мұртаза Түлкібас ауданы жайлы Түлкібасты тұлпарлар туған жер, сұңқарлар туған жер деп теңеу берген. Киелі жерлер: Түлкібаста 4 орын туристер жиі келетін киелі жерлер географиясына енген. Оның ішінде Ақтау, Ақтас әулие, Қара үңгір,
Қамшы, Әулие, Қасқабұлақ, Шыңы жатады. Таулы мекен Түлкібас ауданы 2018 жылдың 27 қыркүйек күні 90 жылдығы аталып өткен болатын. Түлкібас әулиесі. Түлкібас ауданы орталығы Тұрар Рысқұлов ауылынан 2 шақырым Азаттық ауылында Түлкібас әулиесі орналасқан. Жастар аллеясы. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың 125 жылдығына орай ұйымдастырылған шара өтті. Еңбек сіңірген адамдары. Ауданда туылған көрнекті адамдар мен Түлкібас үшін тер төккен қайраткерлер. Оның бірі Тұрар Рысқұлов. Әулиеата уезді кеңесінің атқару комитеті төрағасының орынбасары. Мархабат Байғұт Түлкібас ауданының Шамшырақ газетінде көп жылдар бойы қызмет еткен. Сұрақтар. Түлкібас жайлы ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, ол Түлкібас қандай мағына береді? Ол түркі сөзінен шыққан және ол киелі деген мағынаны білдіреді. Қорытынды жасау. Қорыта айтқанда сайт ауданымыздың толық таныстыру үшін қажет. Мен туристердің Қаратау тауында орналасқан Қара үңгір деген тамаша жерге барғанын қалаймын. Себебі ол жердің табиғаты мен сарқырамасы жанға жайлылық сыйлайды. Қазірде Түлкібас ауданына көптеген туристер келуде. Олардың саны 6062-ге жетті. Түлкібаста тамсанатын киелі жерлер мен тарихи жерлер көп екені белгілі. Түлкібастың тарихы Қазақстанның тарихы және мәңгі сақталады. Түлкібасты тұлпарлар туған жер, сұңқарлар қонған жер. Алма мен жүзім, қызғалдақ Түлкібастың символы. Назарларыңызға рахмет. Сымбат, көп рахмет. Келесі сөз Recording кезегі stop.